Assalomu alaykum shagirdim. Keling bugun sohbetimizda Robert Greene'ning 48 Hakimiyetning 48 nizomi kitobining 5-bölümü, 5-qag'idasi haqida davom ettirsak. Bu qag'idaning temasi өміріңді құрбан етіп болса да, абырайыңды сақлап қал деп аталады. Сәл хәзіл көрінісінде болған сізге бір вақияны айтып беремін. Хайуанатлар дүниясында оба кеселдігі тарқалады. Оба соншалық дәрежеде кең тарқалады, хайуандар бірін кетін өлуді баслайды. Бұл мәселені додалап қарау үшін хайуанлардың патшасы болған арслан үлкен кеңес шақырады. Бұнда бәрше хайуанлар қатнасады. Сонда арслан ортаға шығып сөйлейді. Бұл келген оба кеселдігі Құдайдан келген ләнет болады. Бұл Құдайдың бізге берген жазасы. Біз қандайдыр бір ауыр күнә іс істегенбіз, соның үшін Құдай бізді жазалап жатыр. Қадімгі данышпаллардың айтуынша, бұндай уақытлары Құдайдан келген жазаны дарық ету үшін, бізден кеткізу үшін құрбалық берілетін болған. Біз де сондай құрбалық келтіруіміз керекпіз. Енді мәселе кімді құрбан етеміз? Осы күнге шекем жазылып келген низамларға қарайтын болсақ, кім көп ауыр күнә істеген болса, соны құрбан етуіміз керек. Сонда ғана бұл оба кеселдігі бүткілдей жоғалады деген мәселені ортаға тастайды. Табиғи, арслан патша болғаннан кейін бірінші өзі сөзге шығады. Мен арсланман, көп ауыр күнәларды істегенмен. Хайуанларды жыртқанман, өлтіргенмен. Хәттекі инсанлардың пада-пада қойларына да hüjum қылғанман. Бірнеше қойды набыт еткенмен, ғажығанман. Бір күндері тосаттан жүз беріп қалды, шопанды да ғажып өлтіруіме тура келді. Ең ауыр күнәні мен істеген болсам керек. Міне мені құрбан етіңдер депті. Сонда түлкі сөзге кіріп, ортада ол да өзінің пікірін айтты. Құрметлі патшайым, сіздің тіслеріңіз соншелі өзіңізге жарасқан, соншелі сұлу үзіліске ие, бұл тіслер ғажу үшін жаратылған. Бұл тіслер тек қана ғажуға арналған. Ғажу сізге жарасады. Бұл сіздің хаққыңыз. Қалеген хайуанды ғажи аласыз. Бұл сіздің хаққыңыз, құқығыңыз. Адамлардың қойына келетін болсақ, ол қойлардың өздері ақмақ. Олар бір қой, ақмақ. Олардың жасауға хақысы жоқ. Сіз оларды ғажып, өлтіріп, туғры істедіңіз. Енді шопанды өлтіріп қою мәселесіне келетін болсақ, шопанның өзі айыптар. Ол шопан инсан, адам өзін біздерден үстін санайтын еді. Өзін патшаман деп санайтын еді. Хәттекі сізді де менсінбеді. Сізді де патша деп тан алған жоқ. Ол өзін сізден көрі үстен қойды. Өзін патшаман деді. Сіз оны өлтіріп дұрыс еттіңіз деді. Бұл гаптен соң хайуанлар ішіндегі бәрше жыртқышлар бірінен соң бірі ақлануды басылады. Нәтижеде жолбарыс, аю, бөрі, ұқсаған жыртқышлардың бәрі түлкінің сөзінің арқасында бәршесі ақланып қалды. Нәубет маңлайы қара ешекке келген екен. Ешек те сөз басылапты. Менің де бір айыбым бар еді, айтуға рұқсат берсеңіз. Бір күндері жолдан өтіп баратыр едім, жүда шаршаған едім, жүда су ішкім келіп тұрып еді, шөлдеген едім, жүда қарным аш еді. Бір шіркеудің алдынан өтіп баратырғанымда, инсанлардың Құдайға құрбандық етіп қойған, садақа етіп қойған нәрселері тұрған екен. Құдай жолына деп қойған екен. Мен соларды сорамастан, ашлықтан, нәйлажлықтан жеп қойдым. Бәлкім менің айыбым үшін бұл оба кеселдігі тарқаған шығар, депті. Әмме бірден ешекке асыла кетті. Қасқыр сөйлепті. Әне, haqiqiy günahkar табылды.
Әй сен ешек ақмақ, келіп Құдайға деп арналған садақаны, Құдайға деп қалынған құрбанлықты жедің бе? Бұл келіп тұрған бәле-баттардың барлығы оба кеселігінің себепшісі міне сенің күнәйың деп ешекті құрбанлық етіп жіберген екен. Бәлкім шәкіртім ойланып көрерміз. Қазір сіз жұмыс орнындасыз, не болуынан қатты назар, өзіңіздің абыройыңызды сақлауыңыз керексіз. Бұл мұқаддес дінімізде де бар. Жаманыңызды жасырың, жақсыңызды асырың деген сөздер. Және жоғарыдағы ешекке ұқсап айыбыңызды мойныңызға алып құрбан болып кетпейін. Саламат болың.